Всем привет, қалайсыңдар қыздар? Мен бүгін мынандай сквиш дегенмін. Қандай дейсіңдер? Асмыр. Осында дәу, бірақ шын өмірде қатты дәу. Кайф. Еще маған қатты ұнады. Қазір камера қосайын. Осындай ұнақау маған, короче. Что? Мен еще бір сурет саламын, короче, жаңа жылған. Короче, папама тағы бір нәрсе істеймін, так не істейтін едім. Бірнәрсе істеймін, короче. Мен, короче, осы жақта отырамыз. Не бар ғой, мен, короче, 4-ші класспын. Асанға оқимын да. Короче, менде научный жаңа жылский. Күшті. Короче, мен не істедім бүгін не істейміз, иә. Айқын сұраймыз пападан. Жаңа жылға, туған күніне, короче. Туған күнге жатыр. Күшті. Күшті алып қастымыз. Так, сұраймыз. Жазамыз так. Кімнің атын жазайын? Так. Айша ат дегенді жазамыз. Так, кімнің атын жазайын? Так. Жазамыз аттарын. Так, кімнің аты жетпей жатыр маған? Так, тағы Адия деген ат бар, тағы өмірде. Несіңдер көзімше. Менде сквиш бар, мұны. Осы любимый сквиш кайфтан алсын еще. Короче, бастаймыз ба? Айша, сосын кімнің атын жазайын. Айшадан кейін Адия, Адия точно. Так, кімнің атын жазау керек. Асима. Мен подушкамның аттан жазып жатырмын бірінші. Сіздердің аттарыңды комментарияға жазып кетіңіздер. И лайк, подписка басамыз. Так. Асима.